Майнкрафтта құрылысына $1 миллион кеткен қала бар. Бұл не өзі? Қандай алып? Мен және достарым сендерге оның $100 миллион қаланың және тағы басқа да көптеген қалалардың арасындағы айырмашылықты көрсетеміз. Алдымен $1 қаладан бастайық. Вау, бұл $1 тұра ма? Сен өтірік айтып тұрсың. Бұл мүмкін емес. Досым, егер бұл $1 тұрса, мен оны сатып аламын. Нолан, сен оны сатып алғың келе ме? Сен түсінбе? Өйткені қарашы. 1 минут. Мен алдап кеткен. Ол тек бір жағынан ғана әдемі көрінеді. Сонда соңғы 5 минут бойы өмірімнің барлығы өтірік болғаны ма? Бірақ шынымды айтсам, бар болғаны $1 үшін бұл бәрібір керемет деп ойлаймын. Келісемін. Оны 1-ден 10-ға дейін шкала бойынша қалай бағалар едіңдер? Мен 10-нан 4-ке қоямын. Өйткені бар болғаны осы ғана. Мен оны 10-нан 6-сын қоямын. Шынымды айтсам, мен оған 10-ның 7-сын қоямын. Біз бар болғаны $1 төледік қой. Ол туралы мен ойламаппын. Сонда ол 17 балл жинады. Бұл $1000 қаланың жеңуі жете ме екен? Ол жай ғана алып. Тоқта, бұл шынымен керемет екен. Бұл қала ежелгі Рим. Мұнда кішкентай римдіктер бар. Бұл Рим қаласы. Мұнда ежелгі Рим архитектурасының ең танымал ғимараттары көрсетілген. Бұл Цезар сарайы. Бұл неткен керемет. Мүмкін емес, достым. Мұнда термалар бар. Вау, бұл термалар ғой. Мұнда дымқыл болып кеткен сияқты ма? $1000 үшін мұнда қаншама лор бар. Аквеодық нағыз құрметке лайық. Және барлық ғимараттардың ішінде интерьер бар. Интерьердің маңызды екенін барлығы біледі. Ал ең бастысы... О, міне Колизей! Дайыма, тоқта, мұнда шайқас болып жатыр. Оны мен, Пёрпл және Уолли бақылап отырмыз. Колизей аренасында Техноблейд пен Дримнің шайқасы. Бұл шынымен керемет. Тоқта, бұл Майнкрафтқа арналған басқа алқа ғой. Бұл керемет, бұл күшті. Бұның бәрін қайта жасағандарына қатты қуандылар, бүкіл жер бедеріне салынған. Ұсақ түйекке мән беру керемет. Сондықтан мен оған 10-8 қоямын. Вау! Бұл мені қатты таңғалдырды. Бұл жақсы. Мұнда керемет кейіпкерлер көп, сондықтан мен бұл қалаға 9 қоямын. Не деген сұмдық. Бұл өз ақшасына шыққанда бұл өте жақсы. Сондықтан мен оған 7 қоямын. 7 ме? Мұнда Требушет бар. Оның не екенін де білмейді. Қорытындысына 24 балл. Әзірге ол көш бастап тұр. Бірақ ол $10,000 Solar Punk стиліндегі қаламен салыстырғанда ұстап тұра ала ма? Құдайым! Қарашы досым, ол сонда жасыл әрі тірі көрінеді. Мен тұрған ғимараттың ішінде өте сәнді интерьері бар. Бұл төсекке 10 адам сияды. Досым, егер $10,000 интерьер осындай керемет болса, онда миллиондық интерьер қалай көрінетін асыға күтіп отырмын. Мен осындай жерде өмір сүргім келеді. Түнде қалай көрінеді екен? Түнде эффектілер бұл жайғаны ессіздік. Күмбездер жарқырайды. Түндегі субұрқақтар көрінді ме? Бұл өте әдемі достым. Маған алып гүлдер ұнайды. Түнде бұл тіпті керемет. Құдайым-ау, мұнда круиздік лайнер бар. Мен мұны тіпті байқамадым. Не? Финалдық құрылыс. Тура мағынасында. 100 есе қымбат екенін ұмытпаңдар. Сондықтан мен оған бағасын қоямын. Карл айтқан кезде. $10,000 тұратын қаланы қалай бағалайсыңдар? Меніңше кей жерлерде ол қайталана бастаған. Мен $10,000 қалаға 10-нан 7 қоямын. Уолли өнерді көрсете түсінбейді. Ал мен түсінемін. Сондықтан мен оған 9 қойдым. Меніңше ол әдемі. Бірақ оның $1000 құрылысқа қарағанда 10 есе қымбат тұратынына сенбеймін. Жігіттер, мен бұл қалаға 6 қоямын. Не? 6? Ойлан, негізгі бұл ежелгі Рим қаласына көшбасшы етіп қалдырады. Өз бағасына шаққанда Рим қаласы тиімдірек. Бірақ мен осында тұрғым келеді. Дәл солай. Бірақ ол $100,000 Solar Punk стиліндегі қаламен салыстырғандай көшбасшы бола ала ма? Сенбеймін. Бұл Игра престолов па? Мынаны қараңдар, мұнда кембір қосақ бар. Міне біз дәл осыны айтқанбыз, досым. Құдайым-ау, ол тура мағынасында шексіз. Айтар сөзім жоқ. Жігіттер, ең ессізі 100% режим Лисванияда жасалған. Мүмкін емес, қойшы. Мен өтірік айтып тұрмын. Бірақ ол шындыққа сыймайды, жігіттер. Бұл құрылыстың бағасына үй сатып алуға болады. Бұл қала Игра престоловтағының дәл көшірмесі ретінде жасалған. Бұл өзіне нәрсе? Мұнда 3 қамал бар. Бұған бәріміз жақындау керек сияқты. Кеттік, жүрейік. Неге бұл соншалықты салтанатты көрінеді? Мен Майнкрафтта бұндай нәрсе бар екенін білмеппін. Қараңдар, мұнда қандай керемет. Ішіне кіріп көрейік. Вау, бауырым! Жоғардан төгіліп тұрған жарыққа қараңдаршы. Мұны қалай жасап жатыр бұны? Сен Игра престолов көрдің бе, Карл? Айтшы, бұл жер қалай аталады? Ал біз бұдан артық әсерлі нәрсе болмайды деген кезде, мен кездесу ғимаратқа кіріп жүрмін. Барлығының іші бар.
әрқайсының бұл енді ғажап бауырым. Мынау ет дүкені, бауырым. Олар тіпті айналасында жасақ болған ғой. Жағалауда кемелер де бар, бәрі бар. Қабырғалардың әр жағында кішкентай қалақшаларды қараңдаршы. Мен Майнкрафтта ауылдық жер осыншалықты әдемі болады деп ойламаппын. Бұл қалаға ұқсамайды. Бір тұтас бір ел келіспеу мүмкін емес. Бұл картаның бәрін зерттеу үшін өте көп уақыт керек. Біз мұнда жалғыз адамдар сияқтымыз. Я байқағаным адамдар жоқ. Ал бұл маған Римде ұнаған нәрсе еді. Барлығын егжей-тегжеймен көру керемет болды. Бірақ әділ болайын. Мен қалаларға тапсырыс бердім, адамдарға емес. Бұл видеодағы ең әсерлі құрылыс қана емес. Мүмкін мен Майнкрафтта көрген ең әсерлі құрылыс шығар. Сондықтан да мен оған 10-нан 10 қойсам ба деймін. 10-нан 10? Бұл $100,000 да қымбаттау көрінеді негізі. Бұл мүмкіндікке жақын, бірақ бұны ойнау үшін 10 мыңдық ПК керек. Сондықтан мен оған 9,5 қоямын. Әділ. Бұл қала шынымен де алып, бірақ біз мұнда жалғыз адамдармыз. Римде адамдар болды, ал мұнда жоқ. Сондықтан мен бұған 8,5 қоямын. Шынымен бе? Бар болғаны 8,5 ба? Осылайша бұл қала дерлік мінсіз ұпай жинады. 28 балл. Жарайды жігіттер, келесі құрылысқа тапсырыс берсеңдер, ол $1 миллион тұрар еді. $1 миллион тұратын Киберпанк қалаға қош келдіңдер. Йоу, Киберпанк! Жігіттер, мынаны қараңдаршы. Құдайым-ау! Майнкрафтта осындай етіп қалай жасауға болады? Мұнда неон көп. Мынау не масқара? Бұл болашақта дәл осылай елестетесің ғой. Мен 100 жылға алдыға кеткен деймін. Бұл менің миымды жарып жіберіп жатыр. Қалай ойлайсыңдар? Бұл құрылыс барлық қалғандарынан да жақсы детализацияланған ба? Бұл жер маған ұнайды. Иә, бұл керемет. Жігіттер, қаланы үстінен қарап көрдіңдер ме? Құстың көз қарасымен қарағанда, бұл карта керемет әдемі. Мұндағының бәрі таңғаларлық. Ол суда тұр екен. Су сондай таза. Қойшы, мұнда голограммалар бар. Тоқта, не? Мынау не? Көріп тұрсың ба? Голограммаларды қарашы. Бұл нәрсе аспанға голограмма атып тұрғандай. Мұнда алфавит бар. Иә, бірақ те тұр. Ішкі жабдық бар ма? Жігіттер, мен ғимараттың ішінде өте жалықтыратын интерьер көріп тұрмын. Сендер $1 миллионға әр ғимаратта интерьер болады деп ойлайсыңдар ғой, иә? Жігіттер, бұл $1 миллион. Бұл ақшаға зәулім үй сатып алуға болады. Бұл мен Майнкрафтта көрген ең керемет нәрсе. Бірақ мен бәрібір зәулім үй таңдар едім. Майнкрафттағы құрылысқа миллион төлеу ақылға сыя ма? Мүмкін жоқ шығар. Бірақ қарау бәрібір қызық. Жарайды жігіттер, бұған қарап бір күнді түгел өткізуге болады. Ұмытпаңдар, қазіргі көшбасшы $100,000 құрылыс. Сонымен Нолан, $1 миллион қалаға қанша баға бересің? Маған бәрі ұнайды. Мен бұған 10 қоямын. Вау! 10-нан 10? Бұл миллион тұратыны соншалықты жағымсыз емес. Өйткені біз оған ақша төлемедік. Бірақ менің ойымша бұл біз көрген Игра престоловтан 10 есе жақсы емес. Сондықтан мен бұл қалаға 1 балл шегеремін. Мен бұған 9 қоямын. Оли, енді сенің кезек. Қай құрылыс сыйға лайық екенін сен шешесің. Бұл құрылыс шындыққа сыймайды. Және мұнда ойға келетіннің бәрі бар. Бірақ $1 миллионға мен әр ғимаратта интерьер күттім. Бұл $1 миллион. Сондықтан мен бұған 8 қоямын. Осылайша барлық бағаларды есептей келе, бұл құрылыс $100,000 тұратын қаладан небәрі 1 ұпайға артқа қалып қалды. Шынымды айтсам, мен бұған қарсы емеспін. $100,000 қаланы құттықтаймын. Сіздер құрылыс байқауында жеңдіңіздер. Жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше.